Сәлем бүгін біз сіздермен әп-сәтте дайын болатын 20 минутта дайын болатын творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін 2 жұмыртқа шағып жібересіз, ағы мен сарысын бөліп жібересіз. Сөйтесіз, жаңа сарыға сары маймен құмжегір саласыз, тез қолыңызға мыж-мыж бір маса келтіресіз, оған ұнды салып жібересіз, қопсытқыш қосып жібересіз. Сөйтесіз, осындай шашылып тұратын қамыр істеп жібересіз. Жаңа творогқа құмжегір салып жібересіз, ағы үшеуін тез аралас шапаттап қойып қоясыз, мыж-мыж. Ең бастысы жаңа осындай қамырды табаға жай тез жан-жағын реттеп құрастырып жібересіз. Сөйтесіз, жаңа дайын болған тортты үстіне қойып, үстінен осындай шапаттап қойып қоясыз, дайындап. Сөйтесіз, жаңа пешке жібересіз ғой. Пеште демде болды 20 минутта пісе қалады, ары кетсе 25 минутта піседі. Сөйтесіз, аласыз да қонақтың алдына кесіп қоя бересіз. Кубиктап кесіп бетіне, творогтың бетіне киви құйсаңыз өте ашады дастарханыңызды. Міне қонақ та риза, сіз де риза, бәрі риза болады. Жаңа әп-сәтте пирог піседі де шығады. Сіздермен болған Ақмарал Исахова. Тағы да осындай жеңіл әрі оңай рецепттер болса сіздермен бөлісіп отырамын. Мен каналыма комментарий жазып, пікір қалдырып кетіңіздер. Ақмарал Исахова.